анамдай, о, менің далам-ай, әлдилеген анамдай. Негізі біздің Қызылорда өте ерекше қала. Жұрттың бәрі айтады, Қызылордада жел анау дейді да. Білмеймін, ондай жел жоқ сияқты бізде. Қызылорданы ыстық дейді да. Ондай бір қатты ыстық көріп тұрған жоқ. Бүгін күн жанып кетті ғой. Негізі Қызылорда қонақжай халық. Бірінші орынды қонақжайлықтан қазақтар алса, екінші орынды қызылордалықтар алады. Мен мұнан бір жерде естіген сияқтымын. Бізден ұрлап алған ғой. Қызылордада мынандай бір қызық оқиға болды. Мен сіздерге айтып берейін. Bir günü Қызылорда бұл болашақтың қаласы. Қала күннен күнге дамып, көркейіп келеді. Зымырандардың да осы аймақтан ұшуы бекер емес. Өйткені Қызылорда жер кіндігі. Онымен қоса Қызылорда Қазақстанның тұңғыш астанасы. Бүкіл әлем білеу керек бірден бір қала болса, ол Қызылорда. Сондықтан да біз сонда барып, міндетті түрде қала туралы мақала жазуымыз керек. Мақала біздің оқырмандар үшін қаншалықты қызық болады деп ойлайсыз? Және баспамыздың бюджетін осындай сапарларға жұмсау қаншалықты тиімді? Иә. Кем дегенде бізде ешқашан орталық Азия қаласы туралы егжей-тегжейлі мақала болған емес. Сондықтан мен бұл мақала оқырмандарымызды Азияның атмосферасына бөлейді деп сенем. Менің ойымша, бұл жақсы идея. Бірақ бізден ол жаққа кім барады? Мен. Is it for me? Thank you very much. Ей, бала, қонақтар келеді. Ассалаумағалейкум, қош келдің. Анау сияқты бро. Кеттік. My name is Мақсат. Welcome to Қызылорда, қош келдіңіз. Бернард. Сәк. Go. Кеттік. Go. Здесь аэропорт Фу. Бірақ келесі жылы анаяқта Happy New Year аэропорт Браво супер дикс. Айтса бірдеген еқіп тұрсын. Oh, hello bro. Where are you? I'm fine and you? My name is Серік. This is my bro, Max. Оны мен де білем ғой. Сен аудармашылық алып келген жоқпын? Мен саған айттым ғой, ондай аудармашы емеспін деп. Мен underground кинодан көрген ағылшаларым бар. Сондай бро. Америкаға виза тапсырып бірдеңе істеп жүретін ғой. Ертең далбан айтып барады ғой. Переводчиктар жоқ екен деп. Не айтып тұрсың сен деген? Sorry bro. No problem. This no problem. Қазақша айта берсем болады. Қазақша білесің бе? So little. Кішкене. Базар жоқ. Бағана бір айтпайсың ба қазақша білемін деп. Мына далбанды алып келмейтін ғой мұнда. Respect bro. Менің есім Мақсат. Макс дей берсең болады. Сені жоғарыдан бастықтың өзі мені күтіп алуға жіберді. Так, Америкадан келетін журналисті өзің дұрыстап күтіп ал. Ертеңге ат болып қалып жүрмесін. Қаланы дұрыстап аралатып қыдыртыңдар. Біздің қаламыз туралы жақсылап жазатын болсын. Осын саған тапсыр. Болды, күтіп аламыз. Америкадан қонақ келеді, соны жақсылап күтіп ал. Саған жеке тапсырма. Түсінікті, күтіп аламыз. Жаңағы американец бар ғой, сен күтіп алсай, мен қолым тимейді, жұмысым өте көп.
соның бәрін нормально бітірсең, акиматқа официально жұмысқа аламыз. Точно болады ма? Бұйырса, болды онда. Болды. Акиматым қайда? Армандастар қайда? Маған переводчик болып барып берші. What the fuck? Осыма қайдағы переводчик? Менің English level'ым elementary, bro. Хотя бірдеңе бар ғой. Америкаға бару баяғыдан арманың еді ғой. Міне саған Американың өзі келді. Брат, өтініш көмектесші. Окей, ланшым ішіп алайын. Солай, личный маған өзі тапсырған соң, сен күтіп алуға келдік. Мынау менің досым, Серік Голливуд. Hello, my baby. Hello. Hollywood. Голливудтың кино сериалдарына той болған. Америкаға бару баяғыдан арманы. Виза тапсырады отказ. Білмеймін неге екен. Көз тиіп қалған, бро. Ол да бар. Я, бүгін Макс маған хабарласты. Серік, родной, Америкадан қонақтар келе жатыр. Сен күтіп алмасаң болмайды деді. Thank you. Жаңа айтқан Нью аэропорт осы. Нью аэропорт осы. Неге осы аэропорт деген сөз бар ғой? Иә. Бүкіл тілде аэропортта, ал қазақша әуежай. Білмеймін ол досым. What is this? No, не? Қазақша сақтандыру, страховка дейді. Окей. Біз хотел барамыз? Хотелді қоя тұр, бірінші үйге кіріп шығайық. Папа, мынау Бернард деген жігіт. Америкадан келген қонақ. Қызылорда туралы мақала жазуға келді. Ой, айналайын. Мынауың жақсы ғой. Бұл өзі Қызылорданың тарихы терең де жатыр. Анау Қармақштағы Қорқыт бабадан бастап жаз жарай ма? Ол енді талабың болсын, іске сәт балам. Айналайын. Ай, мені келді, үлкен аста келді ал. Ас болсын. Ой, бәрекелді, кәнікі ал. Ал енді журналист болатын болсаң, мінекей, саған тілден берейік. Тілің өткір болсын, қаламың жүйрік болсын, тілден ауыз тей. Мен тоқпын. Come on. Шүй ғой. Астан үлкен емес ғой жер. Жаз болса жарқылаған көлдің беті көгеріп көрінеді япырай алыс шеті Дамды. Ой, Өте дамды. Маған миын салып бересіз ба? Соңғы кездері тупит етіп жүрмін, биг броу. бәрекелді. Бұна тамақтан да, қамырдан да алып отыр, жарай ма? Мына еттен де ала ғой. Бернард, анау жылқын көрдің ба? Әппақ жылқы. Әдемі. Соның етін жеп отырсың ғой. Ай, сен, әзілің бар болсын сенің. Қашан хотел барамыз? Қазір барамыз. Дастархан жимаған, өйткені қазақ қонағын құдайындай сыйлаған. Бейгелі, осы тойымызға арнайы Америкадан аттелетіп келіп отырған Бернард есімді қонағымыз келіп отыр екен. Келіннің ақ сәлеммен ортаға шақырайық. Ал кет. Ресімді берерім, оның бәрін аз десең, жан беруге көнерім, сен аман бол немерем. Саған терді төгерім, бар нәрсем. Олай болса сөз кезегі Америкадан келген қонағымыз Бернард мырзаға беріледі. Ғашықтар бақытты болсын. Той құтты болсын де.
той күрті болсын. Кул. Мақсаттың атынан келіпті. Қашан хотел барамыз? Хотел барайық. Тамақ жеймін. Қуасың ба, бро? Қаншама тойға бар, тамақ жемедің ба не? Жоқ, енді жегім келеді. Сөз сөйлеймін. Енді жегім келеді. Бей белеймін. Қарным ашты. Болдың да түсінікті. Қазір сен бір жерге алып барамыз. Қызылордаға келген қонақты ең бір сол жерге алып барады. Білесің қай жер екен, Конечно, қыздарға. Қуашы қандай қыздар. Ремень тақ. Let's go. Ассалаумағалейкум. 3 гамбургер бересіз? 3 гамбургер. 3 гамбургер. Жер бар ғой? Универсамның атақты гамбургері ғой. Вкус детства, бро. Дәмді? Гуд. Fast food. Қызылордаға қонақ келеді. Сразу осы жерге алып келеміз ғой. Потом қыздарға да. Рахмет. Жүріңдер кеттік. Өте дәмді. Асыл болсын. Гамбургердің шығу тарихын білесің ба, бро? Жоқ. Онда айтып берейін. Баяғыда Қызылордада екі дос болған екен. Досым, мына жерден бір гамбургер сатады. Қамауға ашу керек қой. Яшай. Болды ма осы оқиға? Ja? Really? Yes, bro. Бізде андай бизнес ашу керек еді, там, кредит алып, бизнес жүрмей қалды дейтін историялар жоқ. Бізде айтты, істеді, болды. Сен ойласаң, Америкада жүріп, қазақшаны қалай үйренді? Ол қызық жағдай. Бірде Америкада болғанда басыма дос деген сөз кіріп, есімнен шықпай қалды. Сосын ойладым, күніне осылай сөз жаттасам, неге тілді үйреніп алмасқа деп. Сонымен күніне бір сөз жаттап, бір жылда 365 сөз қазақша үйреніп алдым. Солай қазақша сөйледім. Иван, сен жаралы сезімге той бапсың ғой, бро. Сонда сен қазақсың ба? Я? Сонда кішкентай кезде Америкаға көшіп кеттіңдер ма? Ол туралы айтқым келмейді. Жарайды, айтпасаң айтпай қой. Не істейміз? Бір-бірінен ұрып аламыз ба? Мен шаршадым. Сен онда осы жерде күте тұр, біз барып қайтайық, а? Окей. Әке. Кеттік, жүр, күтік. Ол қыз түсіп қалды. Сен көтеріп ал. Оңбаған мынау мені тонап жатыр. Мен көмектескен келді. Қаланың ортасында ұлық жасап жатыр. Мен көмектескен келді. Ты еще и зорлай деген шығар. Зорла? Бергешсің. I just want to help, bro. Help me. Көмекке шақырып жатыр, көмекке. Мына оңбаған қаланың ортасында мына қыздікін ұрлап, еще артында зорламақ болған. Досымды өлем. Бөлімшеге барасың, түсіндіріп жүрген. Алып кет. Мен көмек түсіндіргім келді. Please, help me. Oh, no. Мен түсіндіргім. Серік, Макс, bro. Жақсы болды. Бернард! Бернард, бро. Бернард! Бро. Қайдан о? Білмеймін, бро. Бернард! Звондашы. Телефон машина жатыр, бро. Бернард! Бро! Давай, істеймін, ане қорым. Хорошо, тез! Бернард! Жіберіңіз. Мен ештеңе жасамай Жүрші, бро. I'm really low, менің ситуациям, bro. Басымды ортпас, сосын айтасың, жүрші. Мен Америка келгем, казак. Америка? Онда мен қазір Обамаға звондаймын. Бір звонок сені шығарып от, ойындама. Обама президент емес. Бауырым,
онда ренжіме. Біз колды Тек амалмен арасатын ема. Колды қоса, бро. Кол, полыңды қайдан бауыр? Менде протокол. Протокол бойынша мен сен қамауым керек. Мен заң білемін. Ай, мен білмеймін заңды. Офицер! Кешіріңіз, Бернард деген жігітті көрмедіңіз ба? Бернард? Иә. Ит па неме білем? Құр бар еш, итінес. Please, one call! Атың кім? Бернард. Қай жақтан боласың? Америка. Чикаго. Қатты прикол ұстап қоясың ба не? Жоқ. Біз Шанхайдан боламыз. Шанхайды білесің ба? Я білемін. Чайна. Қытай. Қытай. Бернард! Бро! Бро, ақ футболка, жасыл шалбар, ақ кроссовка киген жігітті көрдің ба? Адам шатастырмай, басқаша киім жүрмейсің ба, бро? Сонда Америкада любой звезда метромен жүре бере ма? Я барып жүреді. Конгрессмен, депутат жүреді. Бізде мектептің директоры автобусқа мінбейді ғой. Бернард, Америкада ше, Шварценеггерді көрдің ба? Я бір көрдім. Ол ше, шынымен де качок па әлде, фотошоп па денесі? Качок? Качок ше кәдім, качок денесі ма дай. Онадай. Шынымен сондай ма негізі? Братан, болмайтын сұрақ қоя бермеш. Америкада ше, 87 жылы Жандарбек деген жігітті танисың ба? Сен кемсің ба? Америкада миллион адам бар емес па? Оның ішінде явно Жандарбек деген адам біреу ғана. Сонда ана Анджелина Джолиді көрдің бе не? Я көрдім. Көрді. Өмірде көрдің бе кәдімгідей? Жоқ, кинода көрдім. Қойшы, кинода бәріміз де көрдік. Қатырасың сен маған. Гостиницаға келмеген. Әлде біреулер тиісіп алып кетті ма екен? Уайымдамаш, бро. Қызылордада оған кім тиіседі? Қалай уайымдамайсың? Білесің ғой, қала Қытай сырттан келген адам сразу көзге түседі. Или полицияға хабарласамыз ба? Родной, мен баспен кетем, ертең акиматқа жұмысқа кіре алмай қаламын. Алло, Мақсат? Алло? Мақсат, бәрі нормально ма? Алло? Я, бәрі нормально. Я. Қонақты дұрыстап күтіп алдыңдар ма әйтеуір? Я, жақсы бәрі, уайымдамаңыз. Ертең сөз кеп, ұят болып қалып жүрмесін. Осыдан бір нәрсе дұрыс болмай қалсын, акиматта жұмыс дегенде атымен ұмыта бер, түсіндің ба? Жоқ, аға, жұмыс істеймін, уайымдамаңыз, бәрі жақсы аға, күшті. Күшті болған жақсы, әйтеуір қонақ риза болса болыпты. Я, ризаға, қазір міне. Оу, Қызылорда, very good. It's nice, bro. Алло. Немене бәрі, уже ішкі жібергесіңдер ма қонақты? Жоқ аға. Жақсы онда. Жақсы. Басың жасай ма сенің? Не айтып тұрсың? Сен ескертсе қайда? Болады ғой ситуацияны шығып бірдеңе айту. Өмір осындайсың, айтса ренжисің. Не істейміз енді? Полицияға хабарласақ, басқа амал жоқ, бро. Кеттік енді. Бар ғой. Бекер барлық сол гамбургерге бар ғой. Ернард, бауырым, қонақпын деп бірден айтпайсың ба? Бізде бұлайынша заң ортақ, бірақ біз қонақты да сыйлай білеміз. Молодец. Сен айтпашы мына Қызылорда туралы бір статья жазып отырмын дедің ба? Давай, сәттілік. Сен бірақ ана арасына мен де қосып қойсайшы. Лейтенант Айбергенов деп жазып, үлкен шрифттермен. Жігіттер, давайте сендер тыныштыңдар. 15 сутка отырып шыққандар жетеді шығар, Минимум 6 ай жетеді, братан. Атты әзілдейсің, Жарайды.
мына қонақ жек жақсылап шығарып салыңдар, ұят болып жүрмесін. Болды, брат. Қонақ жайлықтан таяқ та. Давай, Бернарчик. Рахмет, братан. Сөйтіп, сен бүгіннен бастап Бернард емес, Ернарсың. Окей, Ернар. Шанхайский қалды ма? Походу. Не істейміз, бро? Барайық. Біз қазір барсақ, біз кил боламыз. Өлсек өлерміз енді, қонақ бала ғой, ертең ет болады ғой. Бісміллә деп барайық. Жүр. Бісміллә. Мағар кімдер? Come on! Нелерің бар енді бұлай секіріп? Қайдан білейік, Бернард тұрып жатқан жерде ойлап қалдық қой. Қумаш, братан, қай ағылма расың? Қонақ күйші, ұят емес бар жүрсе. Sorry, bro. Просто түрлерің гангста болып тұр да. Содан ғой кішкене. Ернар кәбі өзіміздің бала болып кетті ғой. Сендер де қызықсыңдар. Бірінші сұрақ біле басыңдар. Бұлай артық кеттіңдер, ұят болады жігіттер. Әлде сендер де шығарып салайық па? Жоқ, өзіміз қайтамыз. Абайлап жүріңдер. Бол. Жақсы. Қызылорда бұл ерекше қала. Егер сіз бұл қалаға келетін болсаңыз, бірінші кезекте шамадан тыс қонақжайлыққа дайын болуыңыз керек. Мұнда сіз неше түрлі қиындықтарға тап болуыңыз мүмкін. Бірақ қонақпын деген сөз кез келген тығырықтан шығарады. Қызылорда тұрғындары қонақжай болған соншалықты, олар өте тойшыл. Мұнда кез келген оқиға той жасауға бірден бір себеп болуы мүмкін. Бірақ қонақжайлықты әлсіздік деп қабылдауға болмайды. Өйткені олар сізге қаншалықты құрмет көрсететін болса, соншалықты ашулана да алады. Айтпақшы, егер сіз Қызылордаға келіп, көмек қажет болып қалса, лейтенант Айбергенов есімді азаматқа айтсаңыздар болады. Әзірге Қызылордада өткен алғашқы күнімде осындай қорытынды жасадым. Мені бәрі мақала жазуға келді деп ойлап жүр. Алайда, менің бұл қалаға келуімнің басқа себебі бар. Соған бір қадам жақындадым. Әлі талай қызықтар күтетін сияқты. Осындай қызық оқиға болған, сенбейсіздер ма? Онда Қызылордаға келіңіздер.